Сәлем достар, привет друзья, мерхаба arkadaşlar. Kanalıma қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Бүгін сіздерге нағыз қазақ бауырсағының рецебін көрсетемін. Таңғы асқа дәмді қытырлақ бауырсақ тамаша шешім болады. Дайындалуы оңай және қарапайым. Бізге 1 стакан жылы су қажет. Bir ас қасық құрғақ ашытқы қосамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Сонымен қатар 1 ас қасық өсімдік майын қосыңыз. Соңында бірте-бірте 2,5 кесе електен өткен ұнды қосамыз. Жұмсақ қамыр илеңіз. Егер де сізде үлкен отбасы болса, порцияны көбейтуге болады. Аз дегенде 10 минут илеңіз. Қамырды 1 сағатқа жылы жерге қойыңыз. Егер сізде асығыс болмаса, қамырды 2 сағатқа қалдырсаңыз болады. Қамыр көтерілді. Қамыр жабысып қалмас үшін қолыңызды маймен майлаңыз. Шеңберлерді стаканмен кесіңіз. Бауырсақтарды тағы 15 минутқа көтерілу үшін қалдырамыз. Бауырсақтарды 2 жағы қызарғанша өсімдік майында қуырамыз. Бұрын апаларымыз бауырсақты тек қойды майына қуыратын. Кейін бауырсақтың сырты жұқа майлы қабықпен жабылып, іші үнемі жұмсақ және дәмі ұзаққа дейін сақталатын. Бауырсақ жай ғана нан емес, ол ежелден күн мен бақытты бейнелеген. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген қызықты видеолар шығады. Мен оларды сізбен бөлісуді күте алмай жүрмін. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Бауырсақтарды көбірек пісіріңіздер, өйткені бауырсақтар өте дәмді. Сау болыңыздар, достар. Hoşça kal. Пока-пока.